Әлемді бағындырған мысықтар немесе мемге айналған жануардың қысқаша тарихы. Адам мен мысықтың достығы мыңдаған жыл бұрын басталған. Интернетте әлдеқашан жаулаған жануарлар кітап пен мультфильмдердің басты кейіпкеріне айналды. Оларға арналған ескерткіштер де бар. Тіпті мысықтар арқылы физика заңдылықтары да сипатталған. Бұл қалай болды? Оларды қашан қолға үйреттік? Әлде біз оларға бауыр басып қалдық па? Ендеше кеттік. Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Адамзат мысықты қолға қалай үйретті деген сауалға нақты жауап жоқ. Ешкім оларды арнайы баптамаған да сияқты. Әйтеуір бір күні мысық адамзаттың өмірінде пайда бола кетеді. Ол былай болған. Осыдан 10 мың жылдан астам уақыт бұрын алдымен Таяу Шығыста, кейін әлемнің басқа аймақтарында адамдар егіншілікпен айналыса бастады. Жиналған бидай мен арпаны сақтау үшін қоймалар қажет болды. Алайда қоймаларда көз ашып жұмғанша тышқандар мен егеуқұйрықтар қаптап бастайды. Олардың ізіне түскен жабайы мысықтар да қоймадан бір-ақ шығады. Түр-түсі жағынан олардың қазіргі үй мысықтарынан еш айырмашылығы жоқ еді. Сөйтіп, адамдар мысық бар жерде тышқандардың болмайтынын лезде ұғып алады. Сөйтіп жүргенде бір күні әлдебір адам көзін ашса, кеудесіне мысық жайғасып алыпты. Аузында тышқаны бар. Қалай қуып жібересің? Таяу Шығыстағы басты егіншілер мысырлықтар. Ең бірінші болып өркениет құрған мысырлықтар мысықтарға ерекше құрмет көрсеткен екен. Олардың махаббат пен қуаныш құдайы Бастет мысық басты әйел кейпінде бейнеленген. Бастеттің құрметіне ежелгі Бубастис қаласында жыл сайын фестиваль өткізіліп отырған. Алғашқы мысық мемдері де осында дүниеге келген десек болады. Фараон сарайында да, қара халықтың үйінде де мысық болған. Ал бұл жануар өлгенде адамдар оны мумияға айналдырып, бүкіл отбасы болып қайғырып, қасын қырып тастайтын болған. Біздің заманымызға дейінгі 59 жылы Мысырға Римнен келген қонақ абайсызда мысықты басып кетеді. Сонда халық оны өлімші етіп сабап тастапты. Ежелгі Грекия мен Римде мысықтарға деген ықылас ерекше болды деп айта алмаймыз. Себебі ол жақта тышқан аулау үшін көбіне күзен ұстаған. Қызық, мысықтың орнына күзен үй жануарына айналғанда қазіргі өміріміз қандай болар еді? Бірақ әйтеуір уақыт өте келе грек пен римдіктер де мысықтарға кәдімгідей сынған ғой. Таяу Шығыста мысықтарға деген сүйіспеншілік орта ғасырларда, яғни ислам діні тараған шақта байқалады. Мұхаммед пайғамбардың Муиз есімді мысығы болғанын білуші ме? Аңыз бойынша бірде ол пайғамбардың шапанының жеңінде жатып ұйықтап қалады. Мысықты оятпау үшін Мұхаммед пайғамбар шапан жеңін кесіп тастаған деседі. Шынымен солай болғанын ешкім дәлелдей алмас. Десе де, мына танымал мемге арқау болғаны сөзсіз. Сондықтан да исламда мысықтар таза жануар деп танылған. Олар тіпті ауруханаларға емін еркін кіріп шыға алған. Ал байлар мысықтардың емі мен ас ауқатына арнайы ақша бөлетін болған. 13 ғасырда Каир сұлтаны бейбарыс мысықтарға арнайы бақ ашқан. Ол 19 ғасырға дейін жұмыс істеп тұрған. Европалық мысықтардың әуелгідегі тағдыры ауыр болды. Төрт аяқтылардың жұмбақ әрі түсініксіз қимыл әрекеті орта ғасырлық христиандардың зәре ұғытын қашырды. Сөйтіп, Европалықтар мысықтардың, әсіресе қара мысықтардың мыстанмен байланысы бар деп ұйғарады. Ал 1234 жылы Рим папасы 9 Григорий мысықтарды ібілістің бейнесі деп жариялап, оларды жаппай жояды. Мысық күрт азайған соң қалаларда егеуқұйрық қаптай жөнеледі. 14 ғасырда Европада кеміргіштердің көбеюінен оба дерті өршіп, халықтың жартысына жуығы қырылып қалады. Содан кейін ғана олардың мысықтарға деген көзқарасы өзгереді. Европадағы алғашқы мысық құмарлар монахтар. Олар кітаптарын тышқан кеміріп тастамау үшін мысық ұстаған екен. Ал 17 ғасырдан бастап мысықтар Европадағы кез келген отбасының толыққанды мүшесіне айналады. Сол кезден бастап мысықтар ертегілердің кейіпкері болып, суретшілер мысықтарды жаппай бейнелей бастайды. Біз жаққа мысықтар өте кеш келді деуге болады. 8-9 ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларға келген деседі. Ал далалы аймақтарда мысық одан да кеш қолға үйретілген. Себебі көшпенді өмір салты бұл жануарға қолайсыздау. Әйтсе де ежелгі түркілер мен сақтарда сүйкімді мысықтарға бейжай болмаған сыңайлы. Былай да мысықтарды бейнелеп тастағанына қарағанда солай ау. Кейін отырықшылыққа көшіп, егіншілікпен айналыса бастаған қазақтардың киіз үйінде мысыққа да орын табылғанды. Бірақ біз үй мысығына көбіне бейтарап қараймыз. Ал жабайы мысықтар ежелден ұлттық нышанымыз. Мысықтардың интернет символына қалай айналған ешкім дөп басып айта алмайды. 19 ғасырда адамдар мысықтарды жаппай суретке түсіре бастапты. Ал 1894 жылы америкалық өнертапқыш бокстасып жатқан мысықтардан 23 секундтық ролик дайындайды. YouTube'тегі мысық таспланға мына алғашқы бейне жазба 2005 жылы жарияланған.
Адамдарды мысықтардың еркіндігі баурап алған сыңайлы. Олар ешкімге жалтақтамайды, өз-өзіне сенімді, өз өмірін сүреді. Бәлкім біз де сондай болғымыз келетін шығар. Мысық туралы айтатын тақырып көп. Мәселен, мэр мысық, кеңесші мысық, сүйікті мысығының киіміне қыруар ақша жұмсаған патшалар бар. Олар туралы алдағы уақытта қалам-баламда баяндаймыз. Сондықтан арнамызға жазылып, осы бейнеге бағаңды беріп, қоңырауды басуды ұмытпа. Сонда біздің роликтерімізді өткізіп алмайтын боласың.